Қазақстандық әйелдерге жақсы жаңалық. Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылуды және де бір ғана лайк демесін басуды ұмытпаңыздар. Биылдан бастап әйелдер 61 жаста зейнетке шығады. Бұл норма 2028 жылдың дейін күшіне енеді. Сондай-ақ жаңа жылдан бастап зейнетақы мөлшері де өсті. Енді ең төмен зейнетақы ықтимақтық және базалық 77.417 теңгені құрайды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Тоқаев жаңа жыл күні түнде жұмыс істеген жұмысшыларға өз алғысын білдірді. Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылуды және де бір ғана лайк демесін басуды ұмытпаңыздар. Тоқаев жаңа жыл түнінде жұмыс істеген қазақстандықтарға алғысын білдірді. Жаңа жыл түнінде азаматтардың қауіпсіздігі және денсаулығын сақтау, сондай-ақ маңызды нысандарда үздіксіз жұмыс істейтінін қамтамасыз ету, еңбек еткен медициналық қызметкерлеріне, құтқарушыларға, өрт сөндірушілерге, полицейге және әскери қызметшілерге, коммуналдық және де басқа салалардағы азаматтарға алғысымды айтамын, деп жазды президент әлеуметтік желісіндегі парақшасында. Мемлекет басшысы оларға зор денсаулық, бақ-береке тіледі. Сау-саламаттықта жүздескенше бізді тамашалауды жалғастырыңыздар.